Эфирде әлеует бағдарламасы, армысыздар, студиядан Азымда Өтәліқызы. Орта және шағын бизнес ұғымының ауқымы кең. Әлемдік банк ұсынып отырған мәліметке сүйенсек, оның әлеуетін 50 көрсеткіш бойынша бағалауға болады. Десе де көптеген дамыған елдер бизнестің ауқымын онда қызмет атқаратын жұмысшылардың санымен есептейді. Мәселен, елімізде мүлдем басқа нормалар орнатылған. Кәсіпкерліктің шағын нысандарының құрамында қызметкерлер саны 50-ге дейін болуы тиіс. Ал жылдық орташа активтері 500 мың ақш долларына бағалану керек. Орта бизнес құрамына 250-ге дейін қызметкер кіреді. Ал орташа жылдық активтері 3 миллион долларды құрайды. Ірі бизнес 250-ден астам адамды жұмыспен қамтып, активтері 3 миллион доллардан асуы керек. Мұндай көрсеткіштер бүкіл әлемдік талаптарға сай келеді. Мәселен, осы саланың көшбасшысы ақшта орта және шағын бизнеске қызметкерлері 500-ден аспайтын компаниялар жатады. Барлық кәсіпорындар 3 санатқа бөлінеді. Микрокәсіпорындардың құрамындағы қызметкерлер саны 20 адамды құраса, орта кәсіпорындарда 20-дан 100 адамға дейін жұмыс істейді. Ірі бизнеске жұмылдырылған қызметкерлер саны 100-ден 500-ге дейін. Еуропа елдерінде орта және шағын бизнес жалпы ішкі өнімнің 70%-на дейін өндіріп, 50-ден 60%-ға дейін жаңа жұмыс орындарын ашады. Айта кетсек, ақшта шағын кәсіпкерлік ұлы дағдарыс кезінде дами бастады. Испания болса өзінің бизнесін 70 жыл дамытты. Осының арқасында Испанияда жұмыссыздық деңгейі азайып, күнкөріс әлеуеті көтерілді. Бұл елде жаңадан пайда болып жатқан жұмыс орындарының 50% осы орта және шағын бизнес үлесінде. Орта және шағын кәсіпкерліктің дамуы біздің еліміз үшін де аса маңызды фактор болып тұр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Қазақстан 2050 стратегиясында осы саланы дамытуға баса назар аударуға жеттігін атап өткен болатын. Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың негізгі қозғаушы күші болып табылады. Экономикалық орта және шағын бизнес үлесі 2030 жылға дейін 2 есеге өсуі керек. Біріншіден, кез келген адам өз күшін бизнесте байқап көргісі келеді. Біз оған ыңғайлы жағдай жасауымыз қажет. Соның арқасында ол елде болып жатқан экономикалық өзгерістердің қатысушысы болады. Мемлекеттен күтпей, керісінше, ел дамуына үлес қосады. Іскерлік мәдениетті көтеріп, кәсіпкерлік әлеуетті арттыруы маңызды. Үстіміздегі жылы сәуір айында Алматы қаласында Еуразиялық бизнес форум өтеді. Мұндай басқосудың елімізде ұйымдастырылуы отандық кәсіпкерліктің дамып келе жатқанының тағы бір дәлелі. Аталған жиынға кеден одағы елдері басшылары қатысады деп күтілуде. Бұл басқосудан ел кәсіпкерлері үлкен нәтижелер күтеді. Халық қалаулылары да бизнестің дамуына түрткі болатын кез келген бастаманы қолдауға бар. Бәсекеге қабілетті бола білу, әлемдік экономика айқындаған ережелерді баса назарда ұстау бүгінгі кәсіпкердің негізгі бағыты. Мұндай алаңдар болуы тиіс. Бұл тәжірибе, білім, пікір алмасудың керемет мүмкіндігі. Орта және шағын бизнес халықаралық стандарттарға сай дамуы қажет. Сол кезде ғана Еуразиялық қауымдастықта отандық кәсіпкерлік өзіне қажетті дәрежеге шыға алады. Бизнесті жүргізе білу, бәсекеге қабілетті болу, кәсіпкерлердің біліктілігін арттыру аса маңызды. Біз барлығымыз отандық бизнеске ең тиімді, ыңғайлы күре жолдарды табуымыз керек. 2015 жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одақ жұмыс істей бастайды. Бұл өз кезегінде орта және шағын бизнестің даму бағытын айқындауға септігін тигізетін үдерістің бірі болмақ. Жалпы одақты құру барысында үш тараптың кәсіпкерлері де қатыса алады. Бұл мұндай ерекшелігі бар алғашқы келіссөз алаңы болмақ. Мы крайне признательны правительству за... Біз аталған құжатты талқылауға қатысуға мүмкіндік берген ел үкіметіне алғыс айтамыз. Жуырда құжаттың әр таралуын талқылауға арналған алғашқы бейнеконференцияда өтті. Аталған шаралардың нәтижесінде Қазақстан өз кәсіпкерлеріне ең ұтымды шешімдерді, нұсқаларды таңдап алды. Дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанның енуі отандық кәсіпкерлерді бейжай қалдырмады. Әлем бойынша бәсекеге қабілетті болу, бизнесті әлемдік стандарттарға сай жүргізу, халықаралық қауымдастықтың ережесіне бағыну ұйымның еліміздің алдына қойып отырған басты талабы. Дүниежүзілік сауда ұйымы туралы айтар болсақ, әлемнің 154 мемлекеті осы ұйымға мүше. Біз сол құрылым ұсынып отырған ережелермен жүруіміз қажет. Жалпы біздің нарыққа кіру өте оңай. Айтарлықтай кедергілер жоқ. Егер біз өз кәсіпкерлерімізді, тауар өндірушілерімізді қолдамасақ, олар бәсекеге қабілетті бола алмай қалады. Шетелдік өнімге тәуелді болып қаламыз. Ол тауар сапасыз деп айтып тұрғаным жоқ. Десе де мұндай жағдай өз ішімізде тұтынушылық тауарлардың өндірісіне кері әсерін тигізеді. Осы тұста шынымен де біздің кәсіпкерлер мазасызданып отырғаны рас. Бүгінге осы экономикалық жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе 24 қосулы болсын.